Саламатсыздар ма? Мен есімім Әсел Ерболқызы. Бүгін сіздерге Нұр Домбайжының Шатақ қыздың шатпақ күнделігі 2 бөлімін оқып беретін боламын. Шынымды айтсам, не істерімді білмей қалдым ғой. Ешкімді де ренжітпей жаттығуға бара алмайтынымды айта бергенімде, достарым ұсыныстарын алға тартып жетіп келді. Жүніс, Біш, саған арнап ерекше жоспар құрдық. Олар жоспарын ортаға салып жатқанда, мен таңғалғаннан аузымды ашып қалғанда, ойнайтын болған соң футбол жаттығуына трибунадан қолдау көрсетіп, ойыншыларға су жеткізем. Сүлгі әперемін, бірақ соның өзіне риза боламын. Командалар тараған соң достармен аз да болса ойынға араласам. Өйткені жаттықтырушы мені ойынға ешқашан қоспайды. Ал мыналардың айтуынша, бүгін аула балаларын арасына қосымша ойыншы таңдайтын көрінеді. Әрине, қыздарды алмайтын айдан анық. Алайда, мына үшеуі бас қосып керемет жоспар құрды. Ой, тобай, жазып отырған қолыма дейін дірілдеп кетті ғой. Таңдайтын балалардың қатарына мен де қосылмақ. Қалай дерің бар ма күнделігім? Сенбейсің ау шамасы. Дайын болсаң, жазам. Ұлдарша киініп, мына ұсыныстан соң қанша қаласам да Елifке барып бүгінгі қонаққа шақырғанды ертеңге қалдырайық дедім. Көңілі жабырқап қалғандай көрінді. Ал маған бәрібір еді. Өмірдегі ең қызық күнді бағаламаса болмайды ғой. Сабақтан шыға сала Жүністің үйіне қарай ұштық. Жүгіріп келе жатып жоспар құрып үлгергенбіз. Мен 3 айдай осында қонаққа келген Жүністің бауыры болмақпын. Сондықтан да мектепке демалыс басталғанша командада ойнауға мүмкіндігім бар. Жүністің бөлмесіне кіріп сөмкемізді тастай сала киім ақтаруға кірістік. Кең киім киіп үйренгендіктен оның еш қиындығы болмауға тиіс. Шалбарды таңдауға келгенде, өз шалбарымен жүре берсін. Ұлдардың шалбарының нермасы бірдей ғой, деді Исмаил. Осыған бәріміз келісіп, үстіме ғана киетін Бешикташ командасының формасы берді. Мен футболканы киіп, болды ма дедім. Үшеуі бір ауыздан, еш өзгерген жоқсың, күндегі қалпың деді. Енді күле бергенімізде арамыздағы Байсалды мырзамыз тиіп тастасын. Бол енді, кеш қалмайық, мына шашты бірдеңе істейік. Не? Қиып тастамақсыңдар ма? Керемет ой, деді Исмаил. Қандай жынды емеспін, ренжімеңдер. Деген соң барып олардың қалжыңдап тұрғанын түсіндім. Шашыңды әдемілеп жина, көрейік, деді Исмаил. Жүніс жүгіріп барып дәрі-дәрмек қобдишасынан 1-2 бума бинт әкелді. Мен сонда барып түсіндім. Шашымды тас қылып түйіп, үшеуінің көмегімен басымды айналдыра орадым. Көз алдымда мумия елестеп кетті. Сөйтіп ең соңында ораулы басыма басып тұрып қалпақ кидім. Бітті, ұмыта жаздаппын ғой. Қасымды аздап қалыңдату үшін Жүністің анасының бояу қаламын қолдануға мәжбүр болдым. Айнаға қарап өзім шошып кеттім. Күнделігім. Сонымен уақыт зу ете қалғандықтан таңдау болатын жерге қарай жүгірдік. Ойын алаңына ең соңғы болып жеткен соң жаттықтырушы бізге бірден назар аударды. Мен де ауланың басқа үміткер балаларының қатарына барып қостым. Негізі топырлаған көп балалар болатын шығар деп ойлағаным, бірақ не бәрі 4 баланы көріп аздап іркіліп қалғаным рас. Жаттықтырушы бізді сапқа тұрғызып бірінші баланың алдына барды. Былай бастан аяқ қарады. Атын, жасын сұрады. Сосын келесіге өтті. Дүрс. Жүрегім тоқтап қалар ма екен дедім күнделік. Одан менің жанымдағыға келді. Жүрегіме біреу
атой салып жатқандай. Сосын кезек маған жетті. Алдыма келіп маған қарағанын сездім. Сезетін себебім басымды көтеріп қарауға шамам жоқ. Басыңды көтерсейші, деп бұйырды дауыс. Е Аллам, жәрдем ете көр. Жұтынып алып, басымды көтеріп бетіне қарадым. О, жаратқан, жалбарынайын, мені танымасыншы өтініш. Атың кім? Уфс. Я мойындаймын, расымен солай дедім. Уфс. Яғни әрі қорқып, әрі даусымды ұлдардікіндей шығарайын деп ерекше үнмен Юсуф демек болғам. Уфс дейсің бе? Шетелден келгенсің бе? Мұндай ат естімеппін, шыным. Тап осы сәтте Жүніс араласа кетті. Ағай, ол Юсуф, менің немере інім деді жаттықтырушы. Немене? Өзінің тілі жоқ па? Ол үшін неге сені сөйлеуге тиіссің? Қызықтың көкесі осы кезде болды. Есіме түссе, бітті ішім түйілгенше күлем. Исмайыл назарлау кейіппен ағайдың жанына жақынды. Иә ағай, сондай. Ал сіздің тілі жоқ балаға олай дегеніңіз ұят болды. Ал керек болса ағайдың бір демде қалай өзгергенін көрсең, күлмеу үшін дұрысы ағайдың бетіне пуф деп түкіріп шашып жібермеу үшін ойына қайдағы жайсыз жайларды түсіруге тырыстым. Мәселен, ваннада тоқтамай ән салып жатқан әпкемнің даусын естіп тұрған. Немесе анам кекс пісірген дәмді болмай қалып соны сүйсініп жеп жатқан түр танытқандай. Жаттықтырушы ағай төбесінен суық құйып жібергенде күй кешті. Жанарынан ұялу мен мұң табын анық байқадым. Ар азабын мүлде тартпадым десем өтірік болар. Я Алла, кешіре көр. Бірақ мұндай жағын жоспарламағанымыз рас. Жарайды Юсуп, айыпқа бұйырма, олай дегім келмеген балақай. Иығыма қолын салғанда мен қуыстана төмен қарайдым. Бар болғаны 4-ақ үміткер болғандықтан төртеумізге аздап ойнады бір балаға. Футболды қыздардың өзі сенен жақсы ойнайды, деп үйіне қайтады. Қыздардың футбол ойнағанына не шаруаңыз бар? Сөйтіп қалған үшеуміз бірден қосымшаға қабылдандық. Иә, күнделігім, иә. Мен енді аула аралық футбол командасының қосымша ойыншысымын. Немене? Жарайды. Келісемін. Ауыз толтырылып мақтанарлықтай емес. Бола берсін. Бұл әлі басы ғана. Бәрібір қыздар футбол командасына кіруден толық дәмелі болу үшін аула футболында ойнау шеберлік шыңдау керек. Аула футболымызда қыздар командасы болмаса не істейміз? Элиф бүгін күні бойы маған бұрт тиіп жүрді. Бәрібір емес пе? Бүгініне, ертеңіне, күнделігім. Сенесің бе? Ол тіпті қасына отырғызбай қойды. Не десе де келісуге дайын Хаджитке көздері жайнап Элифтің жанына отыра кетті. Ал мен бұрынғы орныма оралдым. Енді жалынса да бармаспын оның қасына. Әбден жыным келді, әбден. Артынан үзілісте қасыма келіп, ана ұлдардың қасына жүре соларға ұқсай бастағансың, деді. Осы сөзді әлі талай еститін шығармын, құдайым. Содан қойшы, сабақтың соңында оған көрінбей аман есенде тайып тұрдым. Бірақ бұл жолы үйге бармай ешкім көрмейтіндей қалтарыс көшеде шашымды жинап, ұлдар тас қып орап берді. Сосын қалпағымды киіп алып, алаңға қарай жүгіре. Шаршағаным-ай. Шаршағанымнан екі аяғым сырқырап отыр. Күнделігін білесің бе? Мына қыздың есі дұрыс емес, рас айтам. Кімді айтып отырғаным белгілі шығар деп ойлаймын. Әрине Элиф қой. Енді қасына отыр мағаным үшін бұрт тиіп қалды. Кешегін ұмытайықшы, құрбым. Біз доспыз, қайдағы болмаш нәрсе үшін саған ренжімеймін ғой. Бірақ бұш мұндайды оп-оңай жұта салама. Жұтпайды.
тамағын шайға әпкеуіп тастайды. Болды, құсып жібересің, орынсыз әсер болды. Уайымдама, өстіп ұшқалыққа әсер етер жайым жоқ. Әрине жанына отырмай қойдым. Сабақ біткенше ішімдегіні білгісі келгендей мені аңдумен болды. Арасында Жүсіп, Үтку, Исмайылге жақтырмай қарап қояды. Балтырымның бұлшығы кәдімгідей солқ-солқ етеді. Анам күнде кешке Элифпен сабаққа дайындалам деп ойынға барып жүргенді естісе, төбемді ояды. Қалай қашсаң да лақтырған тәпішкені айналып қуып жетеді артыңнан. Құлақ етіңді жеп, кәне берген уәдеңді. Жарайды. Әзірге өз арамызда күнделігім. Менде ашық ауыз болмас. Енді болмағанда ұсталып қала жаздадым. Таңертең тұрып, шашымды жөнге келтірмек болып жатқанда біреу есік қақты. Есік аузына күтетін достарым тоқаш иісін сезіп келген шығар десем, жылп етіп Элиф кіріп келді бөлмеге. Шашыңмен арпалысып жатыр екенсің ғой. Тоқта, өзім көмектесіп жіберейін. Мен есімді жиғанша ол асқан шеберлікпен шашымды тараптым. Бірде-бір тісі сынбаған тарақа аузым аңқиып қарап тұрғанымда бөлмеге кірген анам шашымды көріп қолындағы тоқаштарын шашып ала жаздады. Одан кейін тіпті зәремді зәр түбіне жіберді. Элиф, күнде кешке сендер жаққа сабаққа дайындалғанша арасында бізге де естіп келіп, бішке шаштарау сабағын өткізіп тұрсаңшы. Элиф екеуміз біріміз жарық, біріміз дыбыс жылдамдығынан жылт қарастық. Екеуміз жылдамдық жарыстырғандай болдық. Кішкентай кезімізде үндемей-ақ түсіне беретінбіз. Сол сәтте бұл қасиетіміз еш өзгермегеніне көзім жеткендей. Элиф ақылды қыз. Мен болсам, кім? Неме? Бүшпен бірге ме? Біздікінде сабаққа дайындалып? Қай сабақ? Кітап, қалам, бейсаны ма? Әбден сасқалақтап аузыма келген айтар едім. Ал Элиф ләм-лем демей түсіне қойды. Деді. Құлағының түбінен жылт етіп түлкінің құйрығы көрінгендей болды күнделігім. Әрине, әлбетте келем, тәте. Ал бүш қолы боста немен айналысып жатқанын айтып береді. Айтпа, өте күлкілі болды. Үйден шыққанда кәдімгідей Үтку, Жүніс, Исмайыл есік аузында тұрған. Элифті көріп үшеуі бірден сасып қалды. Біз кете берейік онда, олай болса дегендей бірдеңелер айтып күңкілдесті. Ал Элиф, ол не еткендерің? Мен де сендермен доспын, бірге барайық мектепке деді. Не боп кетті өзі дегенде маған қарады. Байқатпай телефонымды алып, топқа қысқа ғана хабарлама жаздым. Оған да шүкір. Анам бәрін білдірді. Элиф күдіктенуде. Үшеуінің телефонына бір мезетте хабар келгенде Элиф көзін сығырайда бәрімізді бір сүзіп шықты. Жүріп келе жатыр. Аллай, мына қыз шытырман киноның нақ өзі. Күні бойы бізді аңдыды. Бір сәт мені көзден таса қылмады. Мектептен шыққан бойда Бүш, біз сабаққа дайындалуға баратын шығарсың деп ойлаймын, деді. Міңгір еді. Жөнді жауап бермей жүгіре жөнелдім. Не болса да әйтеуір артымнан қумады. Қайта артыма қарап қоямын, еріп келе жатқан жоқ па деп. Бірақ бәрібір бүгін нар тәуекелге бармай-ақ қояйыншы деп шештім. Сөйтіп жаттығуға бармай үйге қайттым. Жарайды, ертең осы жерден жалғастырамыз. Бүгін жаттығу өте ауыр өтті. Элиф әзірге үн-түнсіз. Бірақ бұл тыныштықта жайлы болып тұрған жоқ. Не істерімізді білмей далмын. Күмәндансам ба, әлде жай барақат жүре берсем бе?
Қалай дегенмен өзі қызық қыз ғой, оған келісемін. Алайда біздің одан жасырып не істеп жүргенімізді білгісі келмейді деп ойлаймын. Жүйкем жұқарайын деген ау шамасы. Әр 2 күннен бері жаттығуға бара алмадым. Енді командадан шығарып жібермес екен әйтеуір. Бүйтіп жүре беруге бұдан әрі шыдай алар емеспін. Келген соң жалғастырамын. Кездескенше күнделігім. Күнделігім соңғы рет жазуым. Соңғы рет өйткені заттарымды жинастырып, ғарыш станциясына кетемін. Олардан мені ғарыш кеңістігіне ұшырып жіберулеріне өтінбекпін. Кім білет, бәлкім келісіп қалар. Сөйтіп мына адамы құжынаған жерде жападан жалғыз, шарасыз күйде өмір сүргенше ғарыштан достар тауып, бәлкім солармен бірге тірлік етер. Бәлкім олар мені түсінер. Дегенің болсын, сені де ала кетермін. Өйткені басымнан өткендерді саған баяндап беру маған ұнап қалды. Өзімше қиялдап, не болды бұш, не сонша қамықтың деп сұрағаныңды ойлаймын. Сүйікті күнделігім, болар істің көкесі болды. Бүгін мектепте кешкі ойынға әзірлік жоспарымызды қорытындылап жатқанда сап етіп Элиф кіріп келді. Немене? Кешке ойынға бармақсыңдар ма? Деді жұлып алғандай. Не айтарымызды білмей сасқалақтап бір-бірімізге қарай бергенде Утку батыр ашулы кейіппен: "Иә, барсақ барармыз", деді. Элифтің әрқайсымызға сезіктене қарағанын көріп, жан дәрмен: "Жоқ, тек ұлдар барады. Мен ұлдармен бармаймын. Қыздарды ұлдардың командасына қосады деп кім айтты? Ұл болғанда барар ем, бірақ ұл емеспін ғой, бәрібір", деп шатып-пытып жатқанында Элиф: "Жақсы, онда Буш екеуміз футбол тамашалауға барайық. Қалай қарайсың?" деді, қойып салды. Білдіріп қоймау үшін қолымнан келген істеп баруға келістім. Былайша айтқанда сол қол жууға шыққандай болып ойынға шығып, сосын қасына қайта оралмақ. Элиф кеткен соң төртеуміз бірдей дедік. Әбден зәреміз далдау күнделігім. Бірақ мұнымен бітпеді. Жердегі тірлікті оған бола тәрк еткелі тұрғаным жоқ. Мектептен шыққан соң Элифке: "Футбол матчында кездесеміз", дедім де 3 досыммен бірге зулай жөнелдім. Жарайды, мойындаймын. Мұным көңілге күдік ұялататындай еді. Алайда жаттықтырушы ағай тезірек баруымыз керек болатын. Бұрынғыдай басымды орап, қалпағымды киіп алдым. Ойынға шыға бергенде трибунада Элифпен қатар анамның да отырғанын көріп, тілім таңдайыма жабысып, есімнен танып қала жаздадым. Сол сәтте қосымша ойыншылар арасында болғанымда мұндай қуанбаспын. Элиф қутың етеді. Құшағында менің мысығым Майтабан. Есіме түссе жынданып кете жазайын күнделігім. Жаттықтырушыдан рұқсат сұрап қол жуу жаққа тайдым. Дереу басымды орауын жазып, форманы шешіп, сөмкеме тыға салдым. Қайта жүгіріп ана мен Элифтің жанына бардым. Элиф ентіккен түрме қарап, риза болғандай ыржиды. "Қайда жүрсің, құрбым?" деді, ішімдегіні білгісі келгендей. Дәл осы сәтте Жүніс менің көрермендер қатарында отырғанды көріп: "Неғып жүрсің онда?" дегендей қарады. Аптырап Элифке бұрылып: "Не ғой, менің дәрет ана жаққа барып нетуім керек. Әлгі не ғой?" Ішім қатты ауырып тұр", дедім. Жауабын күтпестен жүгіре жөнелдім. Қайтадан басымды таңып жаттықтырушының "Юсуп қайда?" деген даусына қарай ұштым. Бірақ ойыншыға шығып қалып, соның орнына менің кіруім керек екен. Міне, өзімді көрсететін кез келді. Осы жасқа келгенше кездесіп тұрған ең зор мүмкіндік. Төккен тердің қамы.
Тізелерім дірілдеп терең тыныс алдым да жүгіріп алаңға шықтым. Сенесің бе, күнделігім жаттығудан да жақсы ойын көрсеттім. Иә, дәл солай, сол сәтке дайын жақсы ойнадым. Алыстан маған қарай жүгіріп келе жатқан 4 аяқ мияулаған дауыс. Жүні үлпілдеген жұмыр, не болған түсінбей қалдың-ау деймін, мысығым, Майтабан. Көз алдымдағының бәрі ақырын айналып жатқан кино кадрларындай болып кетті. Майтабан алаңның ана шетімен мына шетіне құдды бір-біріне жете алмай жүгірген Ләйла мен Мәжнүн секілді. Не үшін жүгірдің дейсің бе? Исмайыл доп екен деп Майтабан теппекші еді күнделігім. Барымды сала секірдім. Нағыз шытырман киноның кейіпкеріндей негізі бұдан кейінгілері болмаса сол сәтте керемет болады. Доппен бірдей биіктікке секірген Майтабан да әуелі қағып алдым да гүрс етіп жерге құладым. Әрине, мұның бәрі көзді ашып жұмғандай ғана сәтте болды. Исмайылдың допты текбұқ болған аяғы менің басымды келіп тарс еткен. Басыма тиген тепкі оңдырмаған ғой. 2 сағаттан соң ауруханадан жедел жәрдем бөліміне көзімді аштым. Бас жағымда уайымдап отырған анам аздап өзіме келген соң нағыз қауіппен бетпе-бет қалдым. Яғни қорқыныштысы әрине басыма тиген соққы емес, басыма тигенін көрген жаттықтырушы қатты қорқып кетті. Есімнен танып қалған мені бірден жедел жәрдемханаға жеткізді. Үйге келген соң анам айлар, жылдар тоқтамай сөйлейтін шығар деп ойлаған. Сонымен бөлмемде енді жылағалы отырғанда анам кіріп келді. Және ең жаны жерінен ұрды күнделігім. Енді Утку, Жүніс және Исмайылмен кездесуіңе тыйым салам. Ту, апа, әрине жалынып жалбарынғаннан еш пайдасы жоқ. Мұны білемін. Әдетте менің жыламсырағанымды күтпесен, ауруханадан үйге жеткенше миллиондаған жебе жаудырғандай талай нәрсе айтып тастар еді. Ал бұл жолы қатты ашуланды күнделігім. Қатты. Ертең ашуы бір қайтар. Әзірге алып қойған телефонымды қайтара қоймас. Оны сұрайтын бет те жоқ. Таңертең қоңырау даусынан оянып кеттім. Және қандай десеңші, телефонның емес, сағаттың қоңырау. Дауысы қорқынышты қоңырау сағат анам бұрап-бұрап бас жағыма қойып кеткен ғой. Анам шошып ояндым күнделігім. Тұрсам, үстелдің үстінде қайнатылған жұмыртқа, 1 стакан сүт және 1-2 тілім нан тұр екен. Өзімді тұтқынға түскендей сезіндім. Ой Аллай, темір тордың ар жағынан сыртқа көз салдым, яғни терезенің тарбағынан. Шашымды тарағым да келмеді. Кешірім өтінудің жоспарын құрып отырғанда есік қағылды. Кір, күзетші, дедім дауыстап. Бірақ ішке анам емес, Элиф кіріп келді. Өзім мәз. Ал менің мұнда көңіл күйім болмай отырса, қабағым тұнжырап бетіне қарадым. Сіздермен бірге болған Әсия Ерболқызы, лайк басып, қолдап, тіркеліп отырыңыздар.